Сәлем достар! Бүгін біз 11 сынып геометрия сабақтарын бастаймыз. Біздің алғашқы тақырыбымыз көп жақты бұрыш, геометриялық дене туралы түсінік және көп жақ ұғымы. Алдымен көп жақты бұрыш дегенде бәрімізге бұрыш деген ұғым есімізге түседі. Алдымен бұрыш дегеніміз не еді? Соны еске түсірейік. Бұрыш дегеніміз бір нүктеден шығатын екі сәуледен құралған жазықтықтың бөлігін айтатынбыз. Яғни бұны біз белгілегенде берілген нүктені О нүктесі деп, ал екі жағын ОА сәулесі және ОВ сәулесі деп белгілейтінбіз. Ал осы арасындағы ОАО бұрышын, АОВ бұрышын альфа, яғни бұл белгілі бір градустық өлшемге тең. Оны біз жазғанда бұрыш АОВ деп қарастыратынбыз. Яғни бұл бұрыш жазықтықты бір бөлікке бөледі деген сөз. Олай болса, енді үш жақты, одан да көп n жақты бұрыштарды қалай атаймыз? Яғни бір нүктеден шығатын О нүктесінен үш сәуле шығатын болса, ОА сәулесі, ОВ сәулесі және ОЦ сәулесі. Сонда бізде осы сәулелердің бойын көрінетін бөлігін пункттер сызығымен, ал көрінетін бөлігін тұтас сызықпен сызатын болсақ, берілген бізде үш жақты бұрыш болып табылады. Себебі оның үш жағы бар. Бірінші жағы АОВ бұрышынан құралған жағы, екіншісі АОЦ мына үшбұрышпен құралған жағы, және үшінші жағы СОВ үш жағынан тұратын фигураны үш жақты бұрыш деп атаймыз. Енді осы үш жақты бұрыштың элементтерін атап шығайық. О нүктесі осы берілген үш жақты бұрыштың төбесі болады. О төбесі. Ал бұрыштар бұрыш АОВ бұрышы және бұрыш ВОЦ бұрышы және бұрыш СОА ол осы үш жақты бұрыштың жағы болып табылады. Жақтары. Ал енді осы үш жақтың ОА мен ОЦ, ОВ сәулелері осы үш жақты бұрыштың қырлары болып табылады. Яғни ОА, ОВ, ОЦ сәулелері берілген үш жақты бұрыштың қырлары болып табылады. Қырлары. О төбесінен n сәуле шығаратын болсақ, онда бізде көп жақ бұрыш болып табылады. Яғни оның бұрышының саны да n-ге тең болады. Енді бізге осы О төбесінен шығатын төрт сәулені қарастырайық. Яғни О төбесінен ОА, ОВ, ОЦ және ОД сәулелер шығатын болсын. Осы сәулелерді бір жазықтыққа осы сәулелер бойымен қиып өтетін болсақ, ол бір жазықтықта қалай орналасады? Яғни әр бұрышын белгілеп көрсететін болсақ, бірінші бұрыш, екінші бұрыш, үшінші бұрыш және төртінші бұрыш. Осы төрт бұрышты жазықтыққа жаятын болсақ, олардың бұрыштарының қосындысы 360 градустан аспайды. Немесе бір бұрышы қалған екі бұрыштардың қосындысынан артық болмайды. Яғни бұл дегеніміз осыны жазықтыққа салатын болсақ, яғни бізде жазықтықта бір шеңбердің бойында орналасады. Ал осы сәйкес мына бұрышқа осы бұрышты қарастырсақ, ал келесі бұрышқа бізге тағы оның арғы бөлігінде көрінбейтін сызықтар болады. Ол бізде екінші бұрышқа сәйкес келеді. Дәл солай бізге үшінші бұрышымыз орналасады және төртінші бұрышымыз. Осы төрт бұрыштың қосындысы 360 градустан аспайды. Яғни оны бізге берілген төрт жақты бұрыштан көретін болсақ, яғни бұрыш АОВ-ға қосамыз бұрыш ВОЦ-ны, қосамыз бұрыш СОД
д-ны қосамыз. Тағы да бізде бір бұрыш қалды. Д, О, А-ны. Осылардың қосындысы кем болады 360 градустан дегенді білдіреді. Ал кез келген бір бұрышы, мысалы бұрыш АОВ-ны кез келген екі бұрышымен қосындысымен салыстырсақ, мысалға бұрыш ВОЦ-ға қосайық бұрыш СОД-ны. Бұлардың өлшемдері АОВ бұрышынан артық болмайды, яғни АОВ бұрышы екі бұрыштың қосындысынан әрқашан кем болады деген сөз. Енді осы біз қарастырайық геометриялық дене дегенді. Геометриялық дене дегеніміз, яғни осы берілген жазықтықтағы, мысалы 4 бұрыш болсын, 3 бұрыш болсын, немесе дөңгелек болсын, осыларды жазықтықпен шектейтін болсақ, бұл бізде геометриялық дене болып табылады. Мысалға, ең қарапайым кубты қарастырайық. Кубтың бір жағында шаршы орналасқан. Шаршының барлық қырлары тең. Олай болса, оның көрінбейтін қырларын ескеріп салсақ, бұлар жазықтықтан құралған, яғни жазықтықтың бөлігінен құралған геометриялық дене болып табылады. Яғни бұл дененің ішінде зат та болуы мүмкін, немесе іші қуыс та болуы мүмкін. Бұндай фигураны геометриялық дене деп атайды. Мысалға, кубты белгілейтін болсақ, А, Б, С, Д, сәйкес жоғарғы бөлігін А1, В1, С1, Д1. Геометрияда көбінесе геометриялық денелер ол бізде көп жақтардан құрылған көп жақ болып табылады. Себебі А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1 кубы көп жақтан құралған. Енді сол көп жақтың элементтерін танысайық. Бізде берілген кубта 8 төбесі бар. Төбелерін атап шығайық. А төбесі, Б төбесі, С төбесі, Д төбесі, А1, В1, С1 және Д1 берілген дененің төбелері. Ал енді осы төбелердің бізде екі төбесін қосатын болсақ, бұл берілген кубтың қыры болып табылады, немесе көп жақтың қыры болады. Қырларын атайық, қанша қыры бар? Яғни табандағы екі АБЦД мен А1, В1, С1, Д1 текшелері барлық қырлары тең. Олай болса, сол бірінші табан қырларынан бастайық. АД қыры бар, ДЦ, СБ және АБ қыры. Енді жоғарғы бөлігінде дәл сонда А1, Д1, Д1, С1, С1, В1, А1, В1 қырлары бар. Енді қарама қарсы төбелерін қосатын қыры бар. А, А1, В, В1, С, С1 және Д, Д1. Сонда берілген геометриялық дененің 12 қыры бар. Ал енді ол жазықтықтармен құралған бөлігін жақтар деп атайды. Мысалға, А, А1, Д1, Д бұл бір жағы. Яғни кубтың бергі беті болса, ал Д, Д1, С1, С кубтың ол екінші жағы. Ал С1, С, В1, В ол кубтың арғы жағы. А, А1, В1, В ол кубтың екінші жағы. Ал А, Б, С, Д осы кубтың табаны. А1, В1, С1, Д1 осы кубтың жоғарғы бөлігі. Сонда куб 6 жақтан құралады. Көбінесе жақтарды 3 әріппен де белгілеуге болады, немесе 4 әріппен де белгілесек болады. Сонда берілген кубта төбелер саны 8, яғни 8 төбесі бар, 12 қыры бар және 6 жағы бар. Біз сіздермен өткен тақырыбымыз көп жақты бұрыш, геометриялық дене туралы түсінік, көп жақ ұғымы. Келесі кездескенше сау болыңдар.